деген орыс қызы 15-тен 16-ға келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып сондағы Мариямның айтқаны сөзі. Қазақ әдебиетінде өзіне ғана тән талантты шығармашылығымен, кең тынысты суреткерлігімен танылып, қайталана бермес бірегей туындылар сыйлаған қаламгер, Қазақстанның халық жазушысы Сәкен Жүнісов Нұрмақұлы 1934 жылдың 1 ақпанында қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданына қарасты Кішкенекөл ауылында дүниеге келген. 1957 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін және аспирантурасын бітірді. Жазушы еңбек жолын пионер, қазіргі Ақжелкен журналында әдеби қызметші ретінде бастады. 1960-1964 жылдары Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында әдебиет бөлімінің меңгерушісі. 1964-1968 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің редакция қызметшісі. Кейіннен КСРО әдебиет қорының қазақ бөлімінің директоры болып қызмет етті. 1988-1992 жылдар аралығында Қазақстан жазушылар одағының хатшысы. Содан кейін 1992 жылдан бастап өз жеке шығармашылығымен жұмыс істей бастады. Сәкен Жүнісовтың алғашқы кітабы балаларға арналды. Ол кішкентай оқырмандарға арнап, сонарда әже мен емші және дәрігер, кімнің мекені жақсы және тағы да басқа көптеген еңбектер жазды. Сәкен Жүнісов жарты ғасырлық шығармашылық қызметінде қазақ әдебиетінің дамуына айтарлықтай үлес қосты. Оның 1968 жылы жазушы баспасында орыс тілінде жарық көрген «Тың жерлерді игеру» тақырыбында жазылған «Жапандағы жалғыз үй» романы елеулі құбылысқа айналды. Себебі өткен ғасырлардың 50 жылдарында тың игеру қазақ даласына әлеуметтік қайшылықтар алып келген еді. Жазушы «Жапандағы жалғыз үй» романы осы жағдайды сипаттайды. Осылайша қаламгер қазақ даласында болып жатқан әлеуметтік қайшылықтарды алғаш рет көркем шығарма қылып жазады. Сол үшін кеңестік биліктен біраз уақыт қағажуда көреді. Бірақ рухы жасымаған қаламгер кейіннен әдебиетке Ақан сері туындысына келеді. Ол Ақан сері арқылы Ілияс Жансүгіровтің жолын жалғады. Және бұл диалогия ел арасында жоғары бағаланып, жазушы Сәкен сері деп аталып кетті. Мен осы Ақан сері тақырыбына барған уақытта әрине өзімнің күшімді сынағым келді. Онымен бірге өткен ғасырлардағы адамдарды бүгінгі жастарға таныстыруды, қазақта шығармалардың әлі де аз екенін есептеп, осы бір үлкен адамның өмірін мен де бір дүниеге келтірсем деген секілді ой келді, дейді Сәкен Жүнісов өзінің берген бір сұхбатында. Жазушы кейіннен оқырмандарға Заманай мен Аманай секілді қайталанбас шығармасын ұсынады. Көптеген театрлардың репертуарларынан орын алған Ажар мен Ажар, Жаралы гүлдер, Қызым саған айтам және тағы басқа пьесалар жазылады. Сәкен Жүнісов жерін, елін, ұлтын, рухын қорғау жолында үлкен-үлкен ойлар айта білген қаламгер. Оның үлкен бақыты да осында. Сөз зергерінің кейіпкерлерді кестіре суреттеуі, оқиғалардың шынайылығы кез келген оқырманды баурап алып, жүрегінен орын табады. Сәкен Жүнісов шоқтығы биік шығармаларымен әдебиетке елеулі үлес қосқан жазушы. Оның Аманай мен Заманай романы 20 ғасырда ел басына орнаған дүрбелеңді сипаттайды. Шығармада бас сауғалап шетел ауған қазақтардың жан күйі, отанға деген сағынышы шебер суреттеледі. Ал кейіннен бұл шығарма негізінде Заманай фильмі түсіріледі. Сәкен Жүнісов қаламгер ғана емес, ол карикатура салып, домбыра, пианино аспаптарында ойнап, қазақша күрес сайыстарына қатысқан ерекше талантты жан болды. Қазақ телевизиясынан көрерменге жол тартқан бағдарламаны да жүргізді. Әнді де тамылжыта айтатын қасиеті болды. Шығармашылығын өлең жазудан бастап, прозамен жалғастырған Сәкен сері 17 пьесаның авторы. Сәкен Жүнісов 2006 жылы дүниеден озды. Ол әдебиет пен театрдың келелі мәселелерін қозғаған 100-ге жуық зерттеулер мен сын мақалалардың авторы. Драматург жазушы өз шығармаларында мінез құлық өрбітуде, талас тартыс құруда, кейіпкерлердің ішкі сыртқы әлемін аралауда, олардың аузына сөз салуда еш мүдірген емес. Көкшетау қаласының тұрғындары мен қонақтары әдебиет және өнер музейінің көрме залдарынан жазушы Сәкен Жүнісовтың жеке заттарын, фотосуреттерін, қолжазбалар мен құжаттарын тамашалай аласыздар. Дудар
туйым туым, бір сен үшін туғдым, шіркін ай дударайым,